Трамп Иранға ультиматум қойды. 48 сағат ішінде бұғазды ашыңдар, әйтпесе электр нысандарына соққы жасаймыз. Иранның жауабы да қатты болды. Иран егер осы қауіп жүзеге асса, жауап беріп қана қоймаймыз. ақш-тың бүкіл аймақтағы экономикалық мүдделерін нысанаға аламыз дейді. Оның ішінде Ормуз бұғазын толық жабамыз дейді. Ол аздай Израильдің энергетикалық және IT инфрақұрылымына соққы жасаймыз деп отыр. Ал ақш капиталы бар компанияларды жойып, ақш базалары орналасқан елдердегі нысандарды заңды мақсат деп жариялаймыз. Яғни мұнда мәселе тек әскери емес, экономикалық соғыс турасына ойысып отыр. Енді мұнда мәселе неде екенін түсіндірейін. Мұнда бәске тігіліп отырған құн тым жоғары. ақш электр станцияларына соққы жасауды қарастырып отыр, ал Иран оған жауап ретінде бүкіл аймақты қамтитын соққыны айтып отыр. Бұл жерде тараптар бірін-бірі тоқтатуды емес, бірден максимум қысымға көшкен. Біздіңше мұнда қос елде Ормуз бұғазының факторын дұрыс бағаламай отырған сияқты. Себебі бұл тек қана географиялық нүкте емес, әлемдік энергетиканың тамыры саналады. Оны жабу туралы кез келген қауіп автоматты түрде жаһандық дағдарысқа әкеп соғады. Қазірдің өзінде мұнай бағасы өсіп, халықаралық резервтер нарыққа шығарылып отыр. Яғни салдары басталып кеткен, алайда кей сарапшы бұл Қазақстанға пайдалы дегенді айтады. Расында мұнай қымбаттағанда мемлекет көбірек табыс табады, себебі мұнайды шетелге қымбатырақ сатады. Бірақ бұл ақша бірден бензин арзандайды немесе жалақы өседі дегенге айнала қоймайды. Біріншіден ол бюджетке түсуі керек, одан кейін арнайы жобаларға бөлінуі керек, бағдарламалар қабылдануы керек, одан кейін ғана игілікке пайдаланылады. Бұл баяу процесс. Ал қымбатшылықтың механизмі жылдам жүреді. Оны халық бірден сезінеді. Мысалы, жанармай бағасы өссе, жүк тасымалы қымбаттайды. Дүкенге келетін өнімнің өзіндік құны өседі. Одан сатушы бағаны көтереді. Сондықтан парадокс пайда болады. Мемлекет деңгейінде табыс өседі, ал адамдар деңгейінде шығын бірден көбейеді. Яғни пайда бар, бірақ оны халық бірден сезбейді. Ал қымбатшылық бірден жүретін процесс. Яғни жоғарыда үлкен саяси ойындар жүріп жатыр. Алайда халық қазірдің өзінде оның құнын төлеп бастап кеткен. Бұл туралы сіздің ойыңыз қалай? Пікірге жаза кетіңізші.